Барлықтарыңа сәлем достар, менің атым Аружан, менің арнама қош келдіңдер. Мені білетіндер бар, білмейтіндер бар. Сол себепті өзімді кішігірім таныстырып өтейін. Мен ЕНУ-да 2-ші курс студентімін. Тараз қаласының тумасымын, қазір Астанада оқып жатырмын. Мен саморазвитие, лайфстайл және де өзімнің кеңестермен сіздермен бөлісемін. Ал бүгін мен сіздермен өзімнің блокноттарым жайлы айтқым келіп тұр. Қалай блокнот толтыруға болады, қандай блокноттың түрлері бар, солар жайлы сіздерге кішігірім айтып өткім келіп тұр. This is my all blocknotes, yes. Менде общий 7 блокнот бар екен. 7 блокнотты сіздерге көрсететін боламын. Менің ең алғашқы блокнотым ол мынау. Көрініп тұрған шығар ең алғашқы екенінен. Бұл блокнотта мен өзімнің ойларымды, күнделікті жасайтын to-do list, енді ең алғашқы блокнотым болғандықтан мен бұны қалай блокнот толтыру керектігін білмедім. Сол себепті де бұған мен барлығын жазған, мақсаттарымды да, шүкіршілікті де, күнделікті жасайтын жоспарларымды да, мазалап жүрген ойларымды барлығын осыған жазған едім. Бірақ бұл андай кішкентай болды и жазуға да ыңғайсыздау болды. Потому что ең алғашқы блокноты болғандықтан енді нормально. Бұны 2020-дан мен сонда 5 жыл болған ғой достар, блокнот толтырып жүрген. 2020-дан бастап жазған ғой, 2021, 2020 сондай арасында. Одан кейінгі блокнотым менің мынау болды. Бұл енді менің жақсы көретін блокноттарымның бірі. Себебі бұның ішінде менің осы уақытқа дейінгі қай жылдар арасы бұл? 2023-2024 жылдар аралығында жазылған блокнотым. Мен бұны өте қатты жақсы көремін. Себебі бұда артық еш нәрсе жоқ та. Қазір мен сіздерге бір бетін көрсетейін. Бос беті жоқ екен. Сол себепті мынау бетін көрсете салайын. Бұл ең соңғы бетім. Мен ең соңғы бетіне Алланың 99 есімін жазған болатын. Қараңыздар, артық ешқандай зат жоқ. Чисто өзінің ойларымды жазсам болады. Мен андай блокнотты стикерлер жапсырып өйтіп сәндемейді екен, білмеймін. Маған чисто кітап сияқты оқыған ыңғайлы да, потом өзіме. Бұл кезде мен 11-ші класс оқып жүргенде жазған нәрселерім, шүкіршіліктерім, одан кейін ойларым тоже. Алдыға қойған мақсаттарымды. Менде еще 11-ші класс оқып жүргенде мен ана Брайан Трейсидің 10 мақсат жазу техникасын үйренген едім. Сөйтіп оны практика жүзінде күнделікті шүкіршілікпен бірге алып жазып жүрдім. Сол себепті осының ішінде барлығы бар. Одан кейін менде мынандай блокнот бар. Бұл менде to-do list, яғни күнделікті жоспар, айға жоспар, жылға жоспар, жоспарға арналған блокнотым. Бұл да енді артық еш нәрсе жоқ блокнот. Мен өзім сондай жақсы көреді екен. Ол іште бір нәрсе тұр. Түрегелі Аружан Нұрланқызы 11-ші сынып оқушысы. Бұл жерде менде чисто осындай жоспарлар жазған. Күнделікті көрініп тұрғанша басында енді түк істемеген. Жоспар қойғам, но жасамағам. Потом мен мынаны үстіп сәндедім, чтобы андай мотивация, кішкене бірдеңе жасауға мотивация болсын іште. Бірақ сәндегенді қайтейін, түк жазамасам. Одан кейінгі блокноттың тоже мен өте қатты жақсы көретін блокноттарымның бірі. Мен мына блокнотты мынадан бұрын бастағам. Шатас кеттім нелеріне. Мынаны мен 11-ші класстың 1-ші қыркүйегінен бастап қолданғам. Тоже бұны 1 жыл қолданған шығармын. Мен әр блокнотты бастамас бұрын жаңадан мен мұнда өзімнің осы блокноттың мақсатын жазып қоямын. Не жазу керек осы жерге деген сияқты. Бұл блокнотта мен ішіне барлығын жазғам. Бұл жерге өзім ойларымды, тоже шүкіршіліктерімді, мақсаттарымды жаздым. Одан кейін тоже өте қатты жақсы көретін блокноттарымның бірі ол Фариза Төрәлінің Harmony блокноты. Гармония блокноты. Бұл жерде
өзінің осындай нелерін берген, стикерлерін. Бірақ мен оны әр жерге жабыстырған. Иә, и бұл ашылып кетті, білмеймін почему. Но ұстағанға очень приятно. Ішіндегі парақтары да андай приятно ше. Бұның ручкасы болған, ручкасы андай қалың, қап-қара қылып жазады. Но пастасы тез бітіп қалады екен. Бұл гармония блокнотына мен нет қойып жаздым. То, что бұл блокнот мен үшін тек қана шүкіршілік пен мақсат жазуға арналады деп. И салауат тоже жазамын ішіне. Бұл жерде менде чисто шүкіршілік, мақсат и салауат. Сондай. Одан кейінгі блокнотым менің мынандай Pindodo'дан заказ берген. Бұл блокноттың бос беті бар екенде. Бұл блокнот мынандай. Болады ғой андай. Баяғы заманский дәптерлер ше. Сондай парақтармен арналған блокнот. Сондай. Бұны ашуға болмайды. Оның сурет бар екен ішінде. Жазда салған. Бұл блокнот мен тек қана өзімнің ойларым, сол психологиялық сұрақтарға жауап берем. Арасында сондай секреттерін тоже. Бұны өзіммен алып жүремін деп. Одан кейінгі ең соңғы блокнотым менің қазіргі таңда қолданып жүрген. Ол мынау блокнот. Must have дейтін блокноттар болады. Бұл жерге мен өзімнің былайынан бөлдім. Әр апта сайын жаңа апта басталады, воскресенье. Сол кезде, мысалға, мен воскресенье басталса, былайынан воскресенье күні осындай арнайы бір бетке осындай 6 сызықтан тұратын кесе сызамда күннің жоспарларын жазам. Одан кейін менде мына аяқта контент жоспар. И осы контент жоспардан кейін менде мынандай бет бар. Шүкіршілік, мақсат жазатын. Шүкіршілік жазам, мақсат жазам. Одан кейін салауат жазатын. Білмеймін, осы блокнот маған өте ыңғайлы болып жүр соңғы кездері. Ал енді достар, мен сендерге қандай блокнот түрлерін арнауға болады және оларды қалай толтыру керек, сол жайлы айтатын боламын. Ең бірінші, әр адамда міндетті түрде болу керек блокнот. Ол to-do list блокнот, яғни жоспар құруға арналған блокнот. Оны қалай толтыру керек? Оның ережесі жоқ. Ең бастысы нақты жоспарларында бір күн апталап. Әр адамда әртүрлі болады жоспар құру, апталап міндетті задачаларды ғана орындайтын адамдар болады. Немесе мен сияқты күнделікті жасайтын тірліктерді сағат-сағатмен, уақыт-уақытымен орындайтын адамдар да болады. Студенттік кезіндегі жоспарымды айта кететін болсам, мысалы, мен кеше уақыт-уақытысымен бөліп қойдым. Мысалы, wake up at 6 a.m. сағат 6-да тұру, медитация 6:30-нан 7-ге дейін, шүкіршілік пен мақсат жазу 7:30-нан 7-ден 7:30-ға дейін, 7:30-нан 8-ге дейін, яғни иман деп қойғам. Иман дегеніміз ол зикір айтып отыру деген сияқты ғой. 8-ден 9-ға дейін жаттығу, 9-дан 9:30-ға дейін тамақ ішем, 9:30-нан 10:30-ға дейін дайындалам, яғни универге боянып, сөйтіп, ито менде пунктуальность деген жоқ. 10:30 дейін ба, значит 11-де шығам деген сөз ғой. И таки сондай болды. И қалғанына универге кеткеннен кейінгілерге мен сағат қоймаймын, потому что білмеймін қаншада келетін үйге. Яғни сенде жоспарлау күнделігі болу керек. Өзінің секреттеріңді, басқа адамдарға айта алмаған сөздеріңді, ойларыңды, өзіңді не мазалап жүргенін, психологиялық жаттығуларға жауабыңды, психологиялық сұрақтарға жауабыңды осы жерге жазсаң болады. Потом оқып, андай өміріңнің кітабы деп алсақ болады. Бұл блокнотты әр адамда болу керек деп ойлаймын. Ережесіз жаза бересің, не жазғың келеді, ойыңда не бар, прям ойынан жазсаң да бәрібір. Бұда ереже жоқ. Ал мына блокнот, бұл блокнотта енді ереже болуы мүмкін, потому что менің
ережем бойынша бұл блокнотта менде ең бірінші шүкіршілік жазам, шүкіршіліктен кейін мақсатымды жазам, мақсаттан кейін менде салауат. Салауатты енді мен шүкіршілікпен мақсатты таңертең жазам, ал салауатты қолым бос кезінде немесе кешкі осындай түнгі уақытта жазам. Мен өз басым шүкіршілікті Аллахым саған разымын деген жазудан бастаймын да. Бүгінгі күнім үшін шүкіршілік етем. Бүгінгі атқан таңым, мысалы, Аллахым саған разымын деп бастаймын да. Бүгінгі атқан таңым үшін шүкір. Таңертең жұтқан ауам үшін свежий. Алып жатқан білімім үшін шүкір. Я благодарна себе за то, что я люблю и принимаю себя таким, какой я есть. Я благодарна за мое окружение, за их поддержку и любовь. Благодарна за новые возможности. Солай әр мелочь үшін шүкіршілік айта берсең, арттыра беремін деген. Әр нәрсе үшін шүкіршілік ете білу керек, ол сенің жүрегіңді ашады, өмірге деген көзқарасыңды өзгертеді. Шүкіршілік жазып болғаннан кейін сенде андай чувство благодарности оянады, андай оны жазатындар ғана түсінеді да, негізі жазбайтындар түсінбейді қандай чувство екен. Одан кейін мақсат жазу. Ал мен мақсатымды қалай жазамын айтайын ба? Брайан Трейси дегенді бәріміз білетін шығармыз. Соның 10 мақсат жазу техникасы бар. 30 күн бойы тоқтамай жазу. Бірақ менде мұнда перерывтар болды. Мен 30 күн бойы прям күнде таңертең әлі жазған жоқпын. Сол себепті мен тағы да жаңадан бастадым. Мен былайынан жазам. Ең бірінші сөздер: я много путешествую, я живу, я вожу, я имею, я зарабатываю, я вешу, я разговариваю. Короче, сондай сияқты. Мен сөйлей аламын осындай тілде, да-да-да, менің машинам бар, менің правам бар деген сияқты. Одан кейін салауат. Салауатқа менде бөлек блокнот жоқ, но сізде салауат жазуға бөлек блокнот арнасаңыздар болады. Яғни ол жерде діни блокнот дейікші, діни блокнотта сендер салауат жазасыңдар, дұғаларыңды жазасыңдар, одан кейін Аллахтың есімдерін, олардың значенияларын, сондай зікір түрлерін, соларды жазсаңдар болады. Достар, немесе сендер мен сияқты осындай бір ақ блокнот алып, оның ішін ашып, чисто бір бетті алып, күндік жоспарларыңды осылайынан бөлшектеп жазып қойсаңдар болады. И мына жаққа тағы да бір апталық жоспарларыңды жазсаңдар болады, жылдық жоспарларыңды жазып қойсаңдар болады. Осындай чисто бір бетті жоспар құруға. Ал екінші бетін ашқан кезде сендерде шүкіршілік жазуға, одан кейінгі бетінде мақсат жазу, и одан кейінгі бетінде салауат жазатын беттерің болса, бір блокнот жеткілікті, но тез бітіп қалуы мүмкін. Жалпы блокнотты әр адам өзіне арнау керек деп ойламын. Ол өте қажет дүние, қажет зат. Сол себепті де мен сендерге кеңес беремін. Өздеріңе блокнот арнап, жазып бастауды. Мен қазір енді қарап тұрмын да, мен блокнот жазып жүргеніме 2020-дан бері 10-шы класстан бастап жазғанмын ғой. Мен 5 жыл бойы осы блокноттарды толтырыппын, оказывается. Ең бірінші осы болса, бұның алдында менде негізі болды блокнот. Надеюсь, сендерге ұнады видеом. Ұнаса видеома лайк басып, комментария жазып, өз ойларыңмен, өздерінде қандай блокноттың түрлері бар, немесе қандай блокнот дайындауға кеңес бересіңдер маған да, сол жайлы астына жазып кетсеңдер болады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаң. Егер сен мені енді ғана көріп отырсаң, то арнама тіркеліп қой. Менде алда көптеген видеолар, влогтар, осындай пайдалы видеолар сендерге өзімнің пайдамды тигізу үшін барлығын жасап жатырмын, достар. Сол себепті маған да өздеріңнің поддержкаларыңды беріңдер. Мен күтемін. Барлықтарыңды жақсы көремін. Старанияң. Давайте келесі кездескенше қоштаспаймыз. Сау болыңдар.